Ел көш қамына дайындалып жатқанда шолғыншылар бірнеше таңғыт жігіттердің осы ауылға қарай үдере тартып келе жатқанын хабарлады. Жау десе жауға, жолаушы десе жолаушыға ұқсамайтын бейсауат топ ауыл шетіне ілінгенде оның бірінің тибетше киінген Қаудан деген жігіт екенін таныды. Аман сәлемнен кейін: "Сені таңғыт екен деп атып тастай жаздадық. Таңғыттармен құда болғаннан саумысың, мыналарың кім?" деді жанындағы таңғыттарды иегімен ұстап. "Мені Есілқан ағаға апарсаңдар, бәрін айтып беремін", деді Қаудан. Жұрт Қауданның мына суыт жүрісіне әрі таңданып, әрі әңгімесін тыңдағысы келіп Елісқанға ертіп келді. Жігіт әңгімесін ұзақтан бастады. "Қажырадағы қанды қырғыннан кейін қалың жігіт дүнгендерді қуып бара жатыр екен" дегенді естіген соң сол топқа мен де қосылдым. Жігіттің сөзін бөлген Шәмши: "Менің інім Шаймарданды көрген жоқсың ба?" деді. "Ағасы Шәмши сіз боласыз ғой", деді Қаудан оған тесіліп. Иә, ағасы менмін. Сол Шаймардан екеуміз бірге бардық. Ол өзінің осы жақтан қалай, қай жерден қашып шыққандарының бәрін айтып берген. "Ой қарғамай, тірекен ғой", деп Шәмши көзіне жас алды. Қаудан үндемеді. Топ ішінен біреу: "Ау Шәмши, сөзді бөле бердің ғой. Артынан үйіңе қонақ қылып сонда сұрарсың. Айта бер", деп даусын көтере сөйледі. Жігіттердің жарымынан көбі жаяу еді. Аты жоқ бірнеше жігіт түйеге мініп алған. Убап-шубап келеміз. Тау алқымынан шығып, алдымыздағы жалпақ жазықайға шыға келгенімізде алыстан елбеңдеген бір нәрсе көрінді. Жау ма, ел ме деп аң-таң болып бұғып жаттық. Жақындағанда байқадым, қосар атпен келе жатқан әйел адам екен. Жайдақ мініп келеді. Бурахан бірден таныды. "Мынау Алмахан ғой", деп тұра жүгірді. Қарындас екен. Бастабында шошып қалған Алмахан да бізді танып, бірін-бірі құшақтап жылап жатыр. Алмахан Шайза деген жігіттің айттырып қойған қалыңдық еді. Өзі де өжет қыз екен. Бізден қорғанама деп едік, үйтпеді. Шайзаны да құшақтап, көз жасы көл болды. Бәріміздің көңіліміз босап, іштей толқып тұрсақ та жігіттердің бірі: "Шайза қалыңдығын тауып алды, енді қайтып кететін шығар", деп қалжыңдады. Қалжың шыңы аралас бұл сөзге Шайза шамырқана қалса керек. "Бір адам аман келгенмен, жау қолында қаншама адам кетіп барады. Солардың кегі үшін кері қайтпаймын", деп бірден жауап қатты. Алмаханның шаштары бобырап, өңі өте жүдеңкі тартқан екен. Қолымыздағы бар азықты аузына төседік. Ес кіріп жан шақырдау дегенде оның әңгімесіне құлақ түрдік. "Бұл жалғанда дүнгеннен рақым күтпеңіздер", деп бастады сөзін Алмахан. "Ауылды қырып, жас бала қыз-келіншекті олжалап көрсетпеген қорлығы жоқ. Жол бойында жүре алмай қалған талай баланы найзаның ұшына шаншып өлтіре салғанын өз көзіммен көрдім. Дүнген түгілі қазақтың асыл азаматтарына бұрымын ұстатпайтын талай аруды сүйрелеп, ойына келгенін істеді. Намысқа шыдамаған талай қыз өзін өзі өлтірді. Өлі мен тірінің арасындағы бірнеше келіншек жынданып кетті. Дүнгеннің зұлымдығын көрген Биби жеңгем екеуміз. Бүйтіп дүнгеннің мазағына көніп, күңі болғанша далада қаңғырып өлгеніміз артық", деп оңашада мұң шағыстық. Елден тонап алған ет, құрт, май, ірімшік дегендей көп азықты алып жүруге, әскер азығын дайындауға өзімізді жауапты етіп қойды. Шырқырай жылаған аш сәбилер үшін болса да, бұл жұмыстан бас тартпадық. Бұл бізге өте жақсы орай болды да, ұрлап жырлап қойын қоншымызды азыққа толтырдық. Жолға ыңғайлы темір тостаған, шай, тұзға дейін дайындап алдық. Бір күні бізді қамаған шатырдың іргесінен суырылып шығып, Бибиді қолынан тарттым. Ай күні жақындап, аузы мұрнынан шығып отыр еді. Мен өткен тесіктен симай екеуміз арпалысып жатқанда күзетшілер ұстап алды. Шашымыздан сүйрелеп тепкілей жөнелді. Мен жеңгемнің үстіне қарай жығылып, оны қорғаштай бердім. Әскердің темір нәлілі етігі ішіне тиді ме, білмеймін, жеңгем ыңырсып барып талып қалды. Мені басқа қосқа қарай сүйрей жөнелді. Сол күйі бір-бірімізді көре алмадық. Аңду күшейіп, қашып шығу мұң болды. Күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылып жүріп, күзетшіні аңдумен болдым. Ақыры бір күні таң қараңғысында күзетшінің қалғып кеткен орайын пайдаланып, қалың адам қамаған қостың іргесінен сытылып шықтым. Менің бағыма қарай даланы қою тұман тұмшалап, аспанды бұлт бүркеп алыпты. Жақын жерде бүрі түбін жауып тұрған нар жыңғыл бар екен, соған кіріп кеттім. Неше жылғы жыңғыл бүрі көңге айналып қалыпты. Соны қазып бойымды жасырдым. Таң ата дүнгендер мені іздеп лаңғада болды. Үндерін естіп жатырмын.
бастықтары айғайлап: жерге кірсе шашынан, аспанға шықса аяғынан тартып тауып келіңдер. Әкелген күйінде мына тұтқындардың көзінше атып тастаңдар, басқаларға сабақ болады, деп әскерлеріне әмір беріп жатты. Олай бұлай шапқылап мені таба алмай дал болған әскерлер орнынан қозғала берді. Күн бата орнымнан қозғалып тыңдадым. Жол азығымды жеп әлденіп алдым да келген ізімізбен кері қарай жүре бердім. Түн бойы тоқтамай жүріп таң ата бекініп жатамын. Ертесі кеште жолға шыға бере қараңдаған бір нәрсе көрінді. Қарасам, шөгіп жатқан түйе екен. Жетіп барып ұстап алдым. Тәлейіме жарай жуас екен. Жалбыраған жабағы жүндерінен шамамша жұлып алып, жіп естімде бұйдалап алдым. Астыма түйе түскен соң аттай желдім. Таң ата үлкен сарғалға ілініп, жан-жағыма қарасам, бірнеше жылқы көрінді. Бірі көк, бірі құла екі ат екен. Көк атты ұстап алып ем, анау да бұған қара тартып жақын келді. Оны да ұстап алдым. Түйені сонда қалдырып, енді екі атпен тауға қарай тура тарттым. Жолда жау айдаған малдан аяғы сынып қалып қойған бір қой кезігіп, соны сойып азық еттім. Сөйтіп, зар желіспен келе жатып сіздерді көрдім. Бастапқыда жау екен деп шошып қалып едім, жақындағанда танып қуанып кеттім. Алмаханның әңгімесі жігіттердің кегін одан әрі қозғады. Біреу әйелін, біреу баласын, біреу әпке қарындасын сұрап, тұс-тұстан шуласып жатыр. Бірнеше жігіт Алмаханды биік бір кезеңге шығарып, аман қалған ауылдардың түтінін көрсетіп, жолға қарай салып жіберді. Біз жылжи бердік. Өлдім талдым дегенде жаудың қарасы да көрінді. Азығымыз таусылып, әл дәрменіміз құрып зорға келе жатқанбыз. Бүгін түн болды, тынығып алып ертемен қимылдайық деп келістік. Қара басқанда бәрімізде бірдай болып қатып қалсақ керек. Жол бастап келе жатқан моңғол түн ішінде қашып кетіпті. Бармағымызды тістегенмен амал жоқ, таң ата қайта қозғалдық. Алдыдағы ойпатты жазықтың шетіндегі топ жыңғылдың арасынан қараң-құраң мал көрінді. «Я сәт, Құдай берейін» деді, деп жетіп барсақ, арықтап жүрмей қалған бір топ ірі қара екен. Моңғолдан тіл алған жау бізден бұрын қимылдап, шырға ретінде көрінуге шығарып қойыпты. Сөйтіп қапылыста қақпан бастық. Сайдың тасындай мерген жігіттер құм-құмның бауырын, бұта бүргенің түбіне жүгіріп, жаудың алдыңғы бірнешеуін ұшырып түсірді. Бір топ жыңғылды паналап, алғаш оқ шығарған Бурақанның атқаны да жерге түспей талайын жамсатты. Біз жақтан алдымен оққа ұшқан Еренғайып деген жігіт болды. Таң атқаннан түс ауғанша атысып, қанымыз кеуіп, тіліміз таңдайымызға жабысып қалды. Шайза ойпаңның шұңқыр жерін қазып, су шығармақ болып еді, онысынан ештеңе шықпай, ол да ұшып түсті. Жауды қадап атып, ілгері бастырмай отырған Кәрен, Тәкен, Дәуіт ерлерді де оқ жұлып кетті. Бурақан бастаған бір топ мерген әлі де жаудың бетін қайтарып отырды. Азын аулақ, азық-түлік артып, бірнеше жігіт мінгесіп алған бір түйеміз бар болатын. Оның асық жілігін оқ үзіп кетіп, сол жерде шөгіп қалды. Бара-бара жаудың қоршауы тарыла түсіп, оқ жаңбырша жауды. Әлгінде ғана қатарымда отырған 5-6 жігіт те қырылып түсті. Біздің жігіттердің төбесі сирек көрінеді. Әр жерде жауды қадап атып жатқан көк түтіндер бұрқ-бұрқ етеді. Жау жағы бізге өте таяу келсе керек, енді жиі-жиі гранат лақтыра бастады. Бірнеше мергендер жатқан төбенің біріне қатарынан лақтырылған 3-4-еуі әлгі жердің шаңын аспанға көтеріп, шұқанақ орғып ойып кетті. Әр жерде шашылған қан, әлі жаны шығып үлгірмей тыржың-тыржың етіп жатқан дене мүшелері көрінеді. Бастапқыда емес бойым үйреніп қалғандай болып, жаныма ысылдай келіп түскен гранаттың бірін қағып алып, өздеріне қарай лақтырып жібердім. Бізді басып қалуға таяп қалған алдыңғы бір шоғыры жапырылып қалды. Жау гранаты ойған бір шұңқырдан бір шұңқырға секіріп оқ төгіп жүрмін. Анда-санда мен секілді бірнеше жігіттің тірі жүргенін көріп, бойыма қуат жиғандай боламын. Кейде өзіміздің жігіттердің өлігіне сүрініп, жығылып қала жаздаймын. Кейбірінің аяғы, кейбірінің қолы жоқ. Енді біреуінің қасқа маңдайынан тиген оқ миын шашып жіберіпті. Қанға толған көзі аспанға тесіліп, мылтығын сығымдай ұстап, қатып қалған талайын көрдім. Лақтырылған гранатының гүрсілдеген үні жиілеп, біздің жігіттердің мылтық үні сиреп кетті. Күннің көзін жапқан қою шаң айналаны түнекке айналдырып, уақыттың қай кез болғанын да байқамаппын. Айнала қараңғылана бастағанда барып, ымырт үйіріліп келе жатқанын сездім. Осы кезде жау гранатының үні де толастай қалды. Қара түнек шаңның арасынан
түйдектеле шауып келе жатқан қалың атты адам көрінді. Қылыштарын жалаңдатып қап-қара бұлттай түйіліп келеді. Дәл осы кезде өне бойы қан-қан болған Шаймардан келді қасыма. Оқ қай жерінен тигенін аңғара алмадым. Өне бойында сау тамтық жоқ. Тәлтіректей басып жығылғалы тұрса да, келе жатқан жау тобына тістене қарап, кеудесін керіп тұр. Тірі қалсаң, жалғыз ағам бар еді, менен сәлем айт. Мылтығымның таңдайында жалғыз талғаны оқ қалды. Қолға тірі түссем керек қой деп едім. Енді керегі жоқ. Мен мына сұмдардың бірін ала кетейін, деп тістене қырылдады. Бізді тапап өте шығуға таяп қалған ең алдыңғы әскер шаңқ еткен мылтық үнімен бірге ұшып түсті. Жымиысты езуінен көпірши қан аққан Шаймардан теңселе жығылып бара жатты. Оғы таусылған мылтығымның құндағымен алғашқы жетіп келген әскерді тізесінен ұрып ұшырғанымды ғана білемін. Көз отым жарқ етіп, айналам қап-қараңғы түнекке ауысып, бүкіл дүние сөніп барады. Мылқау қараңғылықтың құшағында бағдарсыз ұшып бара жатқандай ғана күй кештім. Әңгімені бар зейінімен тыңдаған Шәмшидің қос жанарынан домалаған жас омырауын жуып егіліп отыр. Шәмши ғана емес, бәрі де үнсіз, мұңлы күймен көкіректерін қарс айыра күрсінеді. Қайран арыстарым-ай, қайран азаматтарым-ай, қыршынынан қиылған екен ғой. Қаудан әңгімесін жалғай берді. Есімді жиып, көзімді ашайын десем ашылмайды. Денемді қозғасам жан бар сияқты, сол қолым бар ма, жоқ па білмеймін. Әйтеу жансыз. Оң қолым қозғауға әзер келіп, көзімді тырмалаған болдым. Басым қап-қара сауыс қан. Үстіңгі самайымнан ұрылған қылыш бас терімді жалбыратып, құлағымның жартысын қиып түсіріпті. Сол жақ білегімнің қарымында алақандай ет салақтап жүр. Денемді зорға қозғап, аунап түстім. Шаймарданмен қатарласа жығылыппын. Жау басымнан екі рет шауып, балтырымнан да найза салған сияқты. Аяқтарымды қозғап едім, бір балтырым сіресіп қатып қалыпты. Бала күнімде шешем тұзды суға көп түсірді ме білмеймін. Қол аяғымды қурайтылып кетсе де, тез жазылушы еді. Сүйретіліп отырып, дөңестеу бір жерге шықтым. Айналам шырық-шырық тесік, айқасқан өлік. Кеше ғана сауық сайран құрып жүрген сайдың тасындай азаматтар қанға батып әр жерде жатыр. Ұзақ жатып бұл маңда жаудың жоқ екенін біліп, бір топ жыңғылға жеттім де, бар күшімді салып, бір ашасын сындырып алдым. Соған таянып орнымнан сенделектей тұрдым. Аяғым басуға келетін емес, жығылып түстім. Жейдемді жыртып, балтырымды, білегімді таңып алып, сүйекке қарысып қайта тұрдым. Тәлтіректей тұрып, аяғымды сүйрете басып, өліктерді араладым. Тірі біреу-міреу кезігіп қалама дегендей, дәмемен көрімек қарасам да, ешқандай тірлік бейнесі байқалмайды. Өліктерді санасам, топ-тура 37 екен. Мұнда келгенде 50 неше жігіт едік. Бурахан, Қатыран, Хамид, Еңсеген, Мәлік сияқты 10 неше жігіттің мүрдесі көрінбейді. Басқа жерге апарып өлтіргенін, немесе құтылып кеткенін білу қиын. Өлген жігіттерді ақтарып жүріп, біреуінің жанынан пышақ, және біреуінен беліне байланған темір тостаған тауып алдым. Өзім сүйретіліп әзер жылжып жүрмін. Оларды жерлеуге дәрменім келетін емес. Анандайда қарқылдап жүрген бір топ қарғаны көріп, не де болса сол маңда бірдеме бар шығар деп солай жылжыдым. Аралығымыз бір шақырымға жетпейтін жер болса да, қиқалаңдап жүріп, ет асым уақытта әзер жеттім. Менің бақытыма қарай оқ тиген жылқының бірі қансырап келіп, осында жығылған екен. Іші кеуіп атыларманға жетіпті. Ұшағымды суырып алдым да әуелі ішіндегі желін шығардым. Қандай арық мал болса да, жүрегінде түймедей май болады дегенді талай естігенмін. Аттың төсін жарып, жүрегін суырып алдым. Жүрек құлақшасын жауып тұрған жұқа майларды сылып алып, жұтып жіберіп едім. Көзім шырадай жана бастады. Қанға толған жүректің ұшынан кесіп алып, және бірнеше асап жібердім. Бұл жолы тұтқырланып кеңірдегімнен әзер өтті. Таңдайымның кеуіп қалғанын сонда біліп айналама қарадым. Алдыңғы күні осылай келе жатқанда кішкене сортан көлге құйып жатқан бұлақтың бойында азырақ дамылдап едік. Есіме сол түсті. Аттың жаясын ойып көтергенімше ет алдым да солай қарай жылжыдым. Ауыр нәрсе көтергендікі ме, балтырымнан шып-шып қанағып, қайта-қайта дем ала бердім. Әйтеу қас қарая су бойына да іліндім. Бұлаққа басымды қойып жұтып жатырмын. Етке тойып, суға қанып, қатты ұйықтап қалған екенмін. Таң сыза бірақ ояндым. Едәуір тынығып қалыппын, бірақ жараларым одан әрі салдырап қатты ауыра бастады.
Осы арадағы нар жыңғылдардың түбін паналап, төбеден қарауылдап бірнеше күн жаттым. Жараларым да қара қотырланып, аяғым да басуға толық келе бастады. Өзімнің енді өлмейтініме көзім жетіп, арттағы ауыл есіме түсті. Оған жетуге бірнеше күншілік жол. Оның үстіне жол жөнекей, әр жерде шашырап отырған моңғол ауылдары бар. Дүнген армиясына қосылып, қазақтарды мейлінше шауып, олардың да құдайы жасап тұрған кез. Ақыры күндіз бекініп, түнде жүруге бел байладым. Түнде жүрген адамның қолына азық іліндірудің мүмкіндігі аз. Жүре алған етімде тақа таусылды. Жанымда пышағым бар болған соң, ол да үлкен жұбаныш екен. Жол жөнекей малдың, аңның сүйектері кезіксе жинай беретін болдым. Су бойына ілінген кездерде аңдардың тісі бара бермейтін арқа белдемелердің арасы мен жіліктерінің буындарынан сіңір болса да бірдеме тауып мүжеймін. Сүйектерді таспен шағып, арасындағы тіске талғажау болатын бірдемелерді пышағыммен қырнап жейтін болдым. Табылып тұрса, ол да жақсы тамақ екен. Кейбір майлы жіліктерден кеуіп қалған майдың қалдығы да табылады. Даланың бәрінде шашылып жатқан сүйек қайда? Жүрген сайын жол ұзарып, күнім қиындай бастады. Судың өзі мұң болды. Су тапқан адам аштан өлмейтін сияқты. Тіске басар түк табылмағанда алабұта, жол-жөлкен секілді шөптің дәнін суға бөрттіріп жейтін болдым. Бірақ бұларда кезіге бермейді екен. Тауға жақындаған сайын күн ызғарлана бастады. Киімімде сау тамтық жоқ. Әлі толық жазыла бермеген жараларым сыздап, енді бүкіл сүйек-сүйегім сырқырады. Әзірге еш ауылдың төбесі көрінбейді. Ал моңғолдар отырады деген жерлерге мүлдем жақындағым жоқ. Түннің жұлдызын санап өскен қазақ баласы болғандығым үшін бағытымнан жаңыла қойған жоқпын. Аспанда темірқазық, ақбозат, көкбозат, жетіқарақшы, үшарқар, үшмерген, үркер бәрін бақылап отырамын. Соған қарап ертеңгі ауа райында айырамын. Жердің бетінен сүзіле көшкен тұмандар көбейіп, дымқыл ызғар біліне бастаған сайын тауға таяп қалғанымды аңғардым. Бірақ жүрісім мандыр емес. Аштықтан бұратылғанның үстіне шөл қосылды. Сіркірей жауған жаңбыр тамшыларының арты қарға айналатындай сүркейлі сәттері басталған сайын, мынау мылқау, керең дүниенің құшағында ен далада өліп қалатындай бойымды үрей биледі. Қалжырап келіп қатты ұйықтап бара жатқан бір сәтімде, ұйқымнан оята көр, деп Аллаға жалбарынумен болдым. Неден қорқсаң қатерің сонан дегендей, осы күндердің бірінде қатты боран соқты. Далдаланып ықтасын ететін не таутастың қуысы, не ағаштың далдасы жоқ. Жанымды қоярға жер таппай қалшылдадым. Тісім тісіме тимей, аяқтарым мұздай сіресіп қатып қалды. Жүруге де дәрменім келетін емес. Сонда да қарысып жылжыған боламын. Өлгім келмейді. Сөрініп жығылсам қайта тұрып қарманамын. Жыңғылма, не ағаш екенін білмеймін. Әйтеу бір бұтаның түбіне жеткенімде мүлдемге қозғала алмай қалдым. Қолымды алға қарай созып ем, ағаштың арса-арса тамыры ілінгендей болды. Менің қолыма ілінген ағаштың тамыры емес, марқұм болған анамның маған созған саусақтары сияқты. Қолдары жарылып, түрпіленіп кетіпті. Бірақ денеме тигендей болып еді, сонша жұмсақ, басымды тізесіне қойып ұйықтағым келіп барады. Ұйықтама, ұйықтама, жау келіп қалады, дейді анам мейірлі алақанымен ақырын ғана тербетіп. Жоқ анашым, қатты тоңып барамын, құшағыңа кіріп жылынып алайыншы, деймін мен. Оның қарсылығына қарамай ұйықтағым келіп барады. Құлыным, құлыным, ұйықтама, тұр деймін, тұр, тұр. Анам қатты жұлқыды, бірақ көзімді аша алатын емеспін. Анам ерніме су тамызғандай болды. Есін жиды, тірекен, деген күбірлер келді құлағыма. Көзімді зорлан аштым. Өңдері қазаққа ұқсамайтын бейтаныс бір ер, бір әйел қос ішінде маған тесіліп отыр. Шошып кеттім. Моңғол сияқты. Өлтіргелі отыр екен деп ойладым. Еркек қазақ тілінде мүдірсіз сөйлеп отыр. Қорықпа, біз саған тиіспейміз. Кім болса ол болсын, әйтеуір тірі екеніме қуандым. Олар ұсынған суды жұтып алып, басымды көтердім. Екі шекем солқылдап, көзім қарауытып кетті. Олар мені сүйеп қайта жатқызып қойды. Мен қайда жатырмын? Сіздер кімсіздер? Деп қырылдадым. Жігіті егделеу, әйелі жастау көрінеді. Әйелі үндемейді. Еркек. Мен моңғолмын. Моңғол болғанда жай моңғол емеспін. Алтай сауырды естіп едің? Сол сауырдың торғауыты боламын. Қазақтармен көп араласқанмын.
Қазақ-моңғол бір киіз туырлықпыз, саған қас қылмаймыз, жақсылық істейміз, қорықпа, деп жымиды. Мен үй ішіне сәп салып қарай бастадым. Басын тіккен шағын ғана қараша үй. Төр алдында қодас терісінің үстінде мұрыны пысылдап 2-3 жастағы кішкене бала ұйықтап жатыр. Керегенің басында мылтық ілулі тұр. Ортада қазан тұрғандай болып еді, сәп салмаппын. Сарқылдап қайнай келе сүр еттің иісі бұрқырады. Моңғол жігіт басымды көтеріп сүйеп отырғызды. Алдыма бір кесе шай мен талқан мен майды араластырып жасаған сықпа шүртпектер қойды. Әлденіп бойыма қуат кіре бастады. Енді жатырқағам жоқ. Біз моңғолдың бәрін жау көреміз. Мені неге құтқардыңдар? Дедім таңданысымды жасыра алмай. Мен Қобықсары деген жерде туғанмын. Атым Доржы. 1938 жылдан бастап Шыңғыстай үкіметі ел ішінен құрал жинап адам ұстай бастады. Ең алдымен Мөңкөбұрын, Айырзан, Сере секілді кісілер тұтқындалды. Іле-шала Шалуңкеген, Гончын Лама, Өлзаты, Дұғыра, Батынасын, Мыңбектер мен Ошыр қатарлы адамдарды тұтқындап, бәрін іркес-тіркесті ұйқыға әкетті. Көбінің өлгендігі туралы суық хабар жетіп жатқанда, Алтайдан 4 машинамен жолға шыққан жаралы 70 неше адам Қобықсарға келіп, қонып қайтты. Ішінде ауыр жараланған 2 әскери ақылшысы бар. Сөйтсек, бұлардың бәрі өр Алтайдағы Есімхан, Оспан бастаған соғыста жаралы болғандар екен. Бұл уақиғаларды естіп білгеннен кейін біздің ішімізде түрлігіс пайда болды. Дәл сол кезде Гамидан үкіметі Қобықсары жеріндегі моңғолдардан әскер жинай бастады. Ежелден Қобықсары, Сауырды қатар мекендеп, бірінің сырын бірі білетін қазақ-моңғолдар бұл әскердің Оспанға қарсы күреске дайындалып жатқанын білді. Сөйтіп, Зоңғырып деген батыр ел ішіне әскерге бала бермеу туралы сәлем айтты. Әскерге мен де шақырылған едім. Әке-шешем баруыма қарсы болды. Енді не істерімді білмей тұрғанда, ұрлық істеді деген айыппен Нағашағам Бат Мөңкені қолға алатын болды. Ақыры Нағашағам мені ертіп алып, бір түнде елден қашып шықтық. Ылғида түнделетіп жүріп, Сауырдың жотасымен шығыстағы Делун тауын басып, Бұлғын өңіріне өтіп, Қобдаға іліндік. Біз барған кезде олардың жағдайда мәз емес екен. Моңғол жерінде де күнде тұтқындау жүріп жатыпты. Алдын атып, артын қамап дегендей еліші ерекше үрей жайлаған екен. Ақыры Бәйтік Қаптықтың басын орап, Ном деген жерді басып, Гансу жеріне келдік. Шинхайдың Қайши деген жерінде моңғолдар көп екен деп осында жеткенбіз. Дүнгендер қазақтарға қарсы қол жинап жатыр екен дегенді естіген Нағашағам соларға қосылды. Мен қосылмаймын дедім. Осылайша екеуіміз араздастық. Жалғыз ат пен бір құрал берді де, қайда барсаң онда бар, жаныңды бақ деп қуып жіберді. Сандалып аң аулап жүріп, қазақтардың шабындысына ұшыраған Тибет ауылының үстінен түстім. Сөзі осы араға келгенде Доржы әйелін нұсқай сөйледі. Мынаның әке-шешесі сол шабындыда өліп, бірнеше бауырларымен ғана қалған екен. Бұлар моңғол тілін біледі. Мен бұларды бір жерден екінші жерге көшіріп жүріп, өзімен танысып қалдым. Ақыры екеуіміз үйлендік, бір баламыз бар. Әңгіме арасында Доржы жымиып күлді де, сені өлтірсе, осы өлтіреді, әке-шешесін қазақтар өлтірген, деді. Айтарға болмаса қысылып қалдым. Не көп, қазақ көп, солардың бірі шығар, деп міңгірледім. Доржы қарқылдап тұрып күлді. Өзіңді батыр ғой деп құтқарып едім, бекерақ құтқарған екенмін, деді. Сосын өңін салқындатып. Моңғолдың да жақсысы бар, жаманы бар, қазақ тал сол сияқты. Олты Тибет дегеніңмен бұларда солай. Айтып айтпай сенің қазақ екеніңді білгенде, әйелімнің өңі бұзылып кетті. Сосын жылады. Әке-шешем қазақтарды қырып тастадық деп талай рет мал айдап әкелген еді. Өз обалдары өздерінде болған шығар. Бұл бейшарада не жазық бар дейсің, деді. Сөйтіп біз сенің ес-түссіз жатқан жеріңнен тауып әкеліп отырмыз. Өр Алтайда Оспан, Баркөлді Елісқан деген батыр Шыңғыстайға қарсы күресіпті дегенді естігенде қатты қуанып едік. Соларды бір көрсем деп армандап едім. Сол Елісқанның елі көш бара жатыр дегенде, шіркін-ай, бір көріп қалсам деп ойладым. Бірақ Шыңғыстай, Мабуфаң секілді зұлымдар аз санды ұлттарды бір-біріне салып, әптен қырқыстырып қойыпты. Қазақ десе моңғолдар жау көреді, моңғол десе қазақтар жау көреді. Қазақтарға жақындаудың еш қисыны келмеді. Осыны айтқан Доржы менен қайда барарымды сұрады.
Мен елімді іздейтінімді айттым. Доржы да таңғыттар жаққа кеткен балдыздарының соңынан көшкелі отырғанын айтты. Сөйтіп, сол күннен бастап мені тибеттерше киіндірді. Мылқау адам қып, ымдап қана сөйлесетін қылып көрсетті. Сарлықтарға жүк артып, қазақтардың көш жолын бойлап, таңғыттар мекеніне қарай жылжып отырдық. Қайда барсақ та қалың қырғынның үстінен түсеміз. Қарға құзғын айналып жүрген қалың қазақтың жемтігін көргенде, мен түгілі Доржыда көзіне жас алатын болды. Әйтеуір өлдік талдық дегенде Нагуши ауданына іліндік. Онда қалып қойған қазақтар бар екен. Солардан көш жағдайын ұғыса жүріп, Доржының бір балдызын жол бастаушыға алып, бірнеше айлық жол азабын тартып, жеткен бетіміз осы. Әңгіме арасында қайта-қайта қарағыштап отырған жігітті қолынан ұстап тұрғызған Қаудан: "Доржы батырымыз, міне осы азамат", деп сөзін аяқтады. Қазақтар Қауданды жайына қалтырып, Доржыны кезек-кезек құшақтап, бетінен сүйіп жатыр. "Пенденің бәрі жау емес қой", деп бір қария жылап отыр. Жұрт толқуы басылғанда сөзді Доржы алды. "Өмірімдегі армандарымның бірі Оспан мен Елісқанды көру еді. Елісқан батырды көрдім. Көз алдыма ерекше зор денелі, қартаң адам елестеуші еді. Өзім шамалас жап-жас жігіт екен ғой. Біздің жауымыз біреу, ол Комендан үкіметі. Ол Шыңшысай жендет", деді. Осыны айтып, Елісқанды қайта құшақтады. Елісқан оны құшағынан босатқысы келмей, бір талай тұрды. Сосын жанына отырғызып алып, айналасындағыларға қарады. "Бәріміз де бір адам атаның ұрпағымыз ғой. Туылғанда бір-бірімізге жау болып тумаймыз. Бірақ ұлт, дін, шекара секілді айырмашылықтар себебінен қырқысып жатамыз. Ал бүгін бізді жау санаған Моңғол мен Таңғыттың екі азаматы Қауданды бастап бізді көруге келіп отыр екен. Алланың мұнысына да мың бір шүкір. Біз ешқашан бір-біріміздің жауымыз емеспіз. Бізді жауласуға итермелеген қатыгез тағдыр, Шыңшысай, Мабуфаң секілді қара ниет зұлымдар. Жауымыз ортақ, жүрегіміз бір. Доржы, саған және мына балдызыңа мыңда бір рахмет." Осыны айтқан Елісқан қазақ салты бойынша ақ сарбас қой алдырып, олардың үстіне шапан кигізіп, астына ат мінгізді. Доржының балдызы бір дорба құрт ұсынды. Оның сөзін Доржы аударып жеткізді. "Бұл Тибет үстіртінің көгешкісінің құрты, ауыздарыңа салып жүрсеңіздер ыс тимейді", дейді. Қаудан мен Доржы бір-бірімен құшақтасып, жылап айырылысты. Ат үстінде алыстап бара жатқан Доржы қайта-қайта артына бұрылып, қалың қазақ тобына, сол топтың ортасында басқалардан иығы озық тұрған Елісқанға қимастық мейірімен қарап бара жатты. Дүниенің ең биік жотасында бір-бірінің қанын шашып, қырқысқан үш ұлт азаматтарының бірін-бірі қимай көздеріне ыстық жас алғанына куә болған тағы да сол Гималайдың биік шоқылары болды. Бұл сөзді Ахметқали молда айтты. Осыны айтып тұрып, өз тағдырын есін алды. Орысқа қараған қазақ даласынан қашып шыққанын, мұнда келгенін үлкен уақиға сезінетін оған, мына моңғол азаматының аңызға толы әңгімесі тіпті де қызық, тіпті де қиын білінді. Өздері жасай алмай жүрген бір ерлікті осы моңғол жасағандай жолың болсын деп сүйіне күбірледі. Рудок өлкесінен қозғалған көш батысты бетке алып қозғала бастады. Солтүстік жағында көз ұшында бұлдырап ұзақтан ұзаққа созылған көкпен-көк көл жатыр. Алдарында аспанмен бойталасқан қарлы кезеңдер барған сайын жақындап келеді. Бұл араның ауа райы да өте құбылмалы болады екен. Түн болса қатты суытады, кейде қар жауады, ал күннің шығысымен әлгі қарлар еріп, сай-сала суға толады. Ашық күндері сай-сала, жықпыл-жықпылы ерекше ыстық, бүкіл таудың тасы өртеніп жатқандай от шашады. Ағаштары сирек, көбі қылша, жыңғыл, тораңғы тектес бұта бүргенді жер екен. Биіктеген сайын азынаған суық жел соғады. Күнген күнгейді қуалап жүргенмен де теріскейсіз кезеңдермен асу мүмкін емес. Теріскей беттер неше жылдық қат-қабат мұз. Сырын білмейтін адамға қатер дегеніңіз аяқ астынан екен. Кейде құзбастарынан бұрқ еткен шаң көрінеді. Бұл не деп аңырып тұрғанда сол шаң таудың бүкіл беткейін көшіргендей төмен сырғып, қар мен мұзды қопарып, тастарды домалатқан алып көшкін жетіп келеді. Жер сырын білетін адамдар таулардың басына қарап жол жүреді. Шаң бұрқ ете түссе қашып үлгіреді, немесе кейінірек шегініп
Әлгі көшті өткізіп жібереді де екінші көшкін жеткенше өтіп үлгереді. Көштің алдында келе жатқан бірнеше жігітті осы көшкін жұтып кетті. Өзі түгілі аты да жоқ. Түк болмағандай шаңмен қатар араласа бұрқылдап барып басылады. Тау даланың бәрінде ыс болғанмен кейбір сайларда ерекше болады. Ондайды жергілікті аңшылар ғана біледі. Ал арып ашып, қашып пысып келе жатқан қазақ ауылы оны біліп үлгіргенше талай адамынан айырылады. Елісқан көш бойындағыларға таңғыт азаматы берген құрт пен руды қалашығынан алған усарымсақты таратып келеді. Соны ауыздарына салып ыстан сақтан алады. Бірақ күштісі жолыққанда ол да ес қатпайды екен. Тауға қарай өрмелеген талай адам сол ыстан домалап кетті. Кейбіреуі түпсіз терең шатқалға қарай бірақ құлайды. Күртік қар мен сірескен көк мұз көз шағылыстырып шыдатпайды. Асаулардың биік кезеңіне ілінген сайын сірескен мұздардан өту де қиынның қиыны болды. Алдыңғы рет Тибет үстіртіне асар биікте де осындай мұзды кезеңдер жолығып, оның көбінен сырмақ, текемет, туырлық тектес киіздермен төсеп өтіп еді. Бұл жолы да сөйтті. Солай болса да, жалама құздардың қатері тіпті де қиын сияқты. Қайыспай балуан бастаған бір топ қарулы азамат көштерді бір-бірлеп өткізіп жатыр. Кенет үлкен үйлердің бірінің шаңырағын салған ақбас атан астындағы текеметімен қоса сырғанап, биік құздың басындағы бір тасқа тіреліп қалды. Жұрт шуласып кетті. Атан түйенің үстінде жүктің арасында таңған екі бала бар екен. Шыр-шыр етеді. Оны ұғатын атан жоқ. Тайғанақтағанына қарамай аяқтарын арбаң-арбаң еткізіп тепкеленіп жатыр. Енді бір қатты қозғалса болды, тіреп тұрған тастан ажырайды да түпсіз шыңырауға бірақ құлайды. Жұрт қанша шуласқанмен атанға таяуға ешкімнің батылы бармады. Осы кезде Қайыспай долбалдай сіңірлі қолдарын сермей созып, «Арқан, арқан!» деп айғайлады. Жігіттердің бірі оның қолына шумақталған өрме арқан берді. Арқаннан шалма жасап жатқан Қайыспай, «Маған көмектесетін кім бар?» деп тағы да айғайлады. Ешкім қозғала қоймаған соң Елісқан солай беттеп еді. Оның жолын Қожақын бөгеді. «Сен бармай-ақ қой, мен барайын». «Жоқ, мен барамын. Бұл салғыласатын уақыт емес, кет былай». Қожақынның үні әмірдей қатты естілді. Қайыспайдың қасына жетіп барды. Қайыспай оның бетіне ажырая бір қарап алды да: «Мен атанды шалмалаймын. Шалма жақсы ілінсе, шомның астына көлденіңнен түседі. Жақсы ілінбейтін болса, мойнынан саламын. Мен астыма туырлық төсеп, атанды бері тартқанда, оның қасына барып тағы бір арқан салу керек. Сол арқанның бір ұшын атанға байлап, екінші ұшын бізге әкелетін жігіт керек. Міне, мен тұрмын ғой». «Жарайсың. Менің шалмам түскен соң сол арқанды ыспалап жүресің. Өте абай бол, етікті шеш, киіз байпақпен бар». Қайыспай лақтырған шалма межелі жеріне дәл түсті. Атанның шомымен жапсырлап байлаған керегелердің астын белбеуше орап, онан соң табанына салған туырлықты тірек етіп, шірене тартқанда құзға құлағалы тұрған түйе бері қисайды. Қолына құланның терісінен өрген қайыс арқан алған Қожақын түйеге жақындап барады. Кенет атан тағы да жанталаса тепкіленді. Ұстап бара жатқан арқанды қатты сілкінгенде Қожақын ұшып кете жаздады. Ел тағы да шу ете түсті. Бұл жолы шулағаннан гөрі аллалап иманын үйіргендер көп болды. Қожақын арқанның ұшын атанның белінен асыра лақтырып, шабынан іліп ала бергенде шелегін түскір түйе жарықтық тағы да бұлқынды. Соның арасынша «Ойбай, енді туырлық сырғып барады» деген қорқынышты дауыстар көтерілді. Жұрт Қайыспай аяғын тіреп тұрған туырлықтың аз-аздап төмен сырғанағанын байқады. Естері шыға үрейленді. Егер туырлық сырғанап кетсе, 4 бірдей адам құздан ұшқалы тұр. «Пышақ, пышақ!» деп айғайлаған Елісқан атылып барып туырлықтың үстін тізерлей басып, пышақ шаншыды. Қасен бастаған 4-5 жігіт те жалма-жан пышақтарын қатты-қатты қадап, туырлықтың шетін басты. Бұл кезде арқанды байлап үлгерген Қожақын қайта келе жатыр еді. Алғашқы туырлықпен қатарластыра тағы да туырлық төсеген жігіттер екі арқанды қатарынан тартты. Атан түйені тартып шығарып алған жұрттың жүрегі орнына түсті. Қайыспайдың өзіне ғана лайықталып тігілген етігінің нәлісі мұздың бетін ойып барып тіреліп қалған екен. Пай-пай, қандай керемет күш, неткен батылдық. Қайыспай балуан болмаса түйе де
бала да жоқ еді. Қожа ақынның жүректісін айтамын, қоз басында ұшқалы тұрған түйеге арқан байлағанын көргенді қойып, ойлаудың өзі қиын. Егер Елісқан тобырлыққа пышақ шаншып үлгірмегенде, бәрі де жоқ еді. Алла жар болды, Алла көмектесті. Жұрт осыларды айтысып, кезеңнің бір текшесіне келіп, алды артын түгендеп көштерін доғарысты. Осы кезде шолғыншыға кеткен бір топ жігіт айғайлап жетті. Үндістанға келдік, Үндістан шекарасына ілініп біз, Елісқан мырзаны шақырып жатыр. Ең биік кезеңнен зорғасып, енді ғана ес жиып отырған жұрт дүрлігісе тұрды орындарынан. Я Алла, сәтіңді сала көр. О жаратқан, көз жасымызды көрдің бақыры. Қырыла-қырыла ақыры бұл күнге де жеткеніміз бе? Өлмеген қол алтын аяқтан су ішеді деген. Тәубе, тәубе. Елісқан қуанған жоқ. Ләм-мим деместен көздерінен мөп-мөлдір тамшылар бұршақтай берді. Мына елдің жарыла қуанған шаттығын көріп толқып тұрма. Әлде артта қалған ел мен жерден бір жолата алыстағанына іші бауыры езіліп тұрма. Оны ешкім де айыра алмас еді. Бұл 1941 жылдың тамыз айы болатын.